Қандай ноутбук сатып алу керек? Егер сіз оны дұрыс емес таңдайтын болсаңыз, өзіңіздің 200-300 мың теңгеңізге артық жұмсауыңыз мүмкін. Немесе қажет емес ноутбукты алып, кейін басқасын алуға тура келуі мүмкін. Осындай мәселеден сақтану үшін бірінші қалай таңдау керегін білуіңіз керек. Мен міне осы Каспидің сайтын ашып қойдым. Осындай маркетплейстерден алуға болады. Себебі бұл жерде конкуренция болғандықтан бағалары салыстырмалы түрде аздау. Және возврат жасау мүмкіндігі оңайлау. Егер болмай қалған жағдайда ноутбук таңдамас бұрын бірінші ол сізге не үшін қажет, соны таңдап алыңыз. Мысалға интернетте, ютубта видео қарайтындар бар, немесе мұғалімдер болуы мүмкін, әртүрлі Microsoft Office немесе сол сияқты программалармен жұмыс жасайтындар, немесе монтаж жасау, немесе ойын ойнау деген секілді. Бұл үшеуі үш түрлі. Үшеуіне бірдей ноутбук керек емес. Бірінші орында тұрған мына жерде Apple-дың MacBook-тері бар. Бұл өте универсалды. Ойын ойнамайтын басқа кез келген адамға бұны алуға болады. Бұның өте үлкен бір артықшылығы бар. Бұны көп уақыт қолдануға болады және көп уақыт қолданғаннан кейін өте тез сатып жіберуге болады. Сапасы өте жақсы. Тек ойын ғана ойнай алмайсыз, қалған монтаж жасау, әртүрлі интернетте отыру немесе сол сияқты басқа барлық жұмысты істеуге болады. Егер сізге көп уақыт қолдануға керек, қолданатын бір ноутбук керек болса, осыны алсаңыз болады. Бұны таңдаған кезде де бірнеше характеристикасы бар. Қазіргі кезде мынау Apple-дың Air деген түрі, бұл Air ең арзаны. Мына жерде 440 мың, немесе одан да арзан алудың жолы бар, мен ол туралы айтатын боламын. Процессоры M1. Қазіргі кезде актуалдысы M3 шықты, M2 деген бар. Дегенмен M1-де бұл жақсы процессор және оперативкісіне назар аударыңыз. Егер сіз монтаж жасайтын болсаңыз, және сізге бұл өте маңызды болатын болса, 16 гигабайттық түрінде қарасаңыз болады, дегенмен 8 гигабайтта өте көп жұмыстарға жарайды. Мына жерде 440 мың теңге және америкалық кейбір дүкендерде бар, міне осындай MacBook-тер. Бұл жерде бағасы салыстырмалы түрде арзандау және доставка бағасын есептегеннің өзінде сізге өте тиімді болуы мүмкін. Және бұл жерде міне процессор M2 көріп тұрғаныңыздай. Және мына жерде басқа да түрлерін көрсеңіз болады. Бағалары бұл жерде арзандау. Мына магазиннің аты bhphotovideo.com деп аталады. Сілтеме осы видеоның астына қалдырып кетем. Және одан кейін бұл ноутбук маған өте қымбат, маған бұл керек емес және басқасы керек дейтін болсаңыз, онда мына жердегі параметрлермен жұмыс жасайық. Мысалға біз қандай да бір адам бар, YouTube-тан видео қарайды, қатты бір ойын ойнап оған керек емес, тек қана жұмыс жасауға арналған Office, Word деген секілді. Оған қандай ноутбук керек? Графический процессор деген оған маңызды емес, бізге 8 гигабайт оған жарайды. 8 гигабайт оперативка. Және процессор. Мына жерде әртүрлі процессорлер бар. Соның ішінде мен i3, i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7 және Ryzen 3-ті алуға болады. Бұл да өте жақсы процессорлар. Сол кезде бізге соған қатысты ноутбуктерді мына жерде шығарады. Тағы ноутбук таңдаған кезде ескеретін тағы бір фактордың бірі, кейбір адамдар мына Lenovo деп тұр, Asus немесе Acer деп тұр. Осыған қарап алатындар бар. Бұл негізі өте нелогичны, бұған қарап керек емес. Мына Windows базасындағы ноутбук болғаннан кейін бұларда бұл жағынан бір қатты артықшылық болмауы мүмкін. Тек қана Apple-ды басқаша. Кез келген бір ноутбукты алайық, немесе ең арзанын көруімізге болады осылай. Ең арзаны міне дәл осылай. Одан кейін қайсына назар аудару керек? Мына жерде процессорларды біз міне таңдадық, тип процессорлар, немесе белгілі бір түрін таңдау болады. Операционный система маңызды емес. Windows-ты өзіңіз қойып алсаңыз болады. Ядросы да қатты маңызды емес. Бұл тек қана маркетинг үшін қолданылады. Көптеген программалар бір немесе екі ядроға бейімделіп жасалады. Мысалға сізге 8 ядросы бар, сондықтан өте қымбатырақ деп айтатын болса, бұл тек қана маркетинг үшін ғана керек. Разрешение экран маңызды. Разрешениесі 1920 және 1080-нен аз болмасын. Егер одан аз болатын болса, экрандағы видео көретін болсаңыз, сайттарда ашатын болсаңыз, бұлдырап кетуі мүмкін. Немесе одан қатты жоғары болып та керек емес. Бізге керегі осы. Одан кейін өте маңызды бір дүниелердің бірі бұл тип накопителя. HDD тұрған ноутбукты алуға болады, бірақ HDD-ге Windows орнатып жұмыс жасау өте жай болады. Сондықтан екі вариант бар. HDD болса да ала беруге болады, кейін өзіңіз басқа SSD диск сатып алып, өзіңіз орнатсаңыз болады, егер істей алатын болсаңыз. Немесе тек қана SSD-ны алыңыз.
SSD дегенді қоямын. Одан кейін тағы қандай параметрлер бар? Мына жерде матрица бар. Егер мына матрицалар әртүрлі, мысалға TN матрица көбіне игровой компьютерлерде немесе мониторларда осындай TN матрица тұрады. Бұның время отклигі өте жоғары болғандықтан және бағасы өте арзан. Бірақ бұл жерде картинка қатты онша емес көрінуі мүмкін. IPS-те сіз қандай жағынан қарасаңыз да бірдей көрінеді. Мысалы TN мен VA-де мынадай проблема болуы мүмкін. Мына картинка четко нормальный көріну үшін сіз тіке қарауыңыз керек. Ал егер кішкене қисайып отыратын болсаңыз, немесе ноутбукты басыңыз өйтіп жоғары тұратын болса, кішкене онша емес көрінуі мүмкін. Сондай проблема болмас үшін IPS-ті таңдасаңыз болады. Қазір ең танымал матрицалар IPS, TN немесе VA. VA деген мына IPS пен TN-нің ортасы деуге болады. IPS деген таңдаймын. Одан кейін покрытие экран деген бар. Мына жерде глянцевый деген, одан кейін матовый деген бар. Мына антибликовый деген мен қандай екенін білмеймін, бірінші рет көріп тұрмын. Глянцевый мен матовый деген мынадай түрі бар. Бұны жеке қарастырмай былай істейік. Егер сізде кейбір мониторлар мынадай болады. Мынаған қараған кезде артыңызда жарық тұратын болса, сол жарық шағылысып мониторға кедергі келтіреді. Және артыңызда жарық тұратын болса, шағылыспай ешқандай проблема болмайды. Сондай екі типке жататын мониторлар бар. Глянцевый болатын болса шағылысады, ал матовый болатын болса бұл шағылыспайды. Егер сіз жарық жерде жұмыс жасайтын болсаңыз, онда әрине матовый алған дұрыс. Қазіргі соңғы мониторлар немесе ноутбуктағы мониторлар болса, бұл көбіне матовый. Глянцевый және матовый дегенді басқа да жерлерде қолданады. Мысалға жай ғана осындай натяжной потолокты қарайық. Глянцевый деген міне мынадай шағылысып тұрады, жылтырап. Матовый деген мынадай шағылыспай тұрады. Мониторда дәл сонда, егер қарайтын болсаңыз, телефондағы экрандар осындай шағылысып тұрады. Ал матовый болатын болса, мынадай шағылыспайды. Мониторға негізі көпшілігіне осы матовый түрін алуға болады. Шағылысатын болса, сізге кедергі келтіруі мүмкін, экран дұрыс емес көрінуі мүмкін, егер жарық жерде отыратын болсаңыз. Біз осы жерде ең арзан ноутбукты ашып көрейік, бұл бізге керек па? Бұл жерде көріп тұрғанымыздай процессор осындай. Видеокарта бар, бұл әртүрлі видеокарта видео процессордерге жауап береді. Мысалы, монтаж жасаған кезде экранға осындай картинка, видео экранға шығатын бүкіл дүниеге осы жауап береді. Немесе монтаж жасаған кезде, ойын ойнаған кезде бұл маңызды. Ал бізге жұмыс жасауға арналған ноутбук керек болғандықтан бұл жағы қатты маңызды емес. SSD 256 гигабайт. Егер бұл сізге аз болатын болса, бұдан көбірек түрін таңдасаңыз болады. Бірақ жаңа айтып кеткенімдей, мынау аз болса да 128 гигабайт болса да, осыны алып, кейін SSD-ны өзіңіз сатып алып, ішіне орнатсаңыз болады. Бұл кішкене арзандау болады. Ноутбуктың көлеміне қарайтын болсақ, кішілеу болуы мүмкін. Бұна жақтан сіз басқасын таңдасаңыз болады. Мына жерде сондай параметрлер бар, міне диагонал деген. Ал егер сізге дәл ойын ойнауға, монтаж жасауға қажет монитор керек болатын болса, яғни ноутбук керек болатын болса, онда мына графический процессор деген бар. Осы жерден таңдауыңызға тура келеді. Мысалға, мына графический процессорлар, видеокарталар, бұлар жақсылар, міне RTX деп тұр. Одан кейін Radeon Vega да норм, ал мыналар UHD деген бұл встроенный графический процессорлар, бұлар слабый, тек қана интернетте отыруға болады. Және ішінде видеокарта болатын болса, встроенный бұл бағасы қымбаттау болады. Мысалға біз біреуін таңдайық осындай. Ең арзаны міне 349 мың теңге. Және монтаж жасаған кезде 8 гигабайт әрине аз болады, сондықтан минимум 16-сын таңдасаңыз болады.